Сөздер қолданылуына және мағынасына қарай екі топқа бөлінеді. Тура мағыналы және ауыспалы мағыналы. Тура мағыналы бұл сөздің негізгі бастапқы атауы, негізгі ғана мағынаны білдіртеді. Ал ауыспалы мағыналы сөздер бұлар бастапқы атауы өзгеше басқа мағынада қолданылатын сөздер. Мысалы, екеуіне ортақ тіл деген сөз. Тіл бұл адамның сөйлеу мүшесі. Тіл. Екіншісі бұл сағаттың уақытты көрсететін көрсеткіші, бағдары бұл тіл. Екі түрлі мағынада қолданылып тұр. Бұл негізгі бастапқы атауды білдіртіп тұр, ал мұнда бастапқы атау ауыспалы мағына өзгеріп кетіп тұр мағынасы. Ауыз қуысымыздағы сөйлеу бұл тіл, ал сағатта мінекей 3 тілі бар, уақыт көрсеткіші. Осылайша қазақ тілінде тура және ауыспалы мағынада қолданылатын сөздер көп. Мысалы, қара біреу іс-қимылды білдіртеді, екіншісі қара түсті білдіртеді. Шаш адамдағы шаш басындағы, екіншісі іс-қимылды білдіртеді, заттарды шашу.